Құрметті көрермендер, ұлт қазынасы 6-шы түсірілім, Асакаровка, жастар дайын, ментор дайын, көрермен дайын. Ендеше кетті. Сіздердің есімдеріңіз? Алуа, әдемі. Ұлт қазынасы жобасы туралы қысқа нұсқа түсінгендеріңізді айтып берсеңіздер. Этот проект помогает молодежи нашей, как я поняла, и помогает им реализовать их проект, их идеи. Да, идеи. Қосыласыз. Қосылам. Жалпы өздеріңіз өмірде немен айналысасыздар? Хобби там? Біз екеуміз бірге мектепте кішкентай балаларға ағылшын клубын жүргіземіз бірге. Және осы жылы қайттан бастайын деп жатырмыз. Және мен өзім жеке бағдарламаларға қатысамын, ағылшынша үйренемін, жобаларды қорғаймын. Ағылшынша. Hello. Hi. How are you? Well, and you? Okay. Yes. Жақсы, өте керемет, өте. Сіз сонда жастарыңыз нешеде? Мен 16-дамын. Мен 15-темін. 15-16-да уже кішкентай балаларға ағылшынша үйретіп жүр. Екеуін шығарып жүрмеш мектептен. Уже жас балаларға үйретіп көмектесіп жүр. Бұл өте керемет, өте тамаша. Жалпы осы жобаға қатысқыларыңыз келе ме? Әрине. Ja, әрине. Қазір ментор келгенде көзіне түсуге тырысасыздар ма? Әрине. Тырысамыз. Аты жөніңіз? Баян Нұрберген. Ұлт қазынасы жобасы туралы түсінгенді қысқа нұсқа айтып берші. Ауыл жолдастарына. Ауыл жолдастары? Иә. Жастар. Ауыл жастарына деген көмектесетін жоба. Міне, мен қазір ауыл жастарына көмектесіп тұрмын, көмектесетін жоба, осындай жоба. Иә. Сіз өзіңіз жалпы немен айналысасыз өмірде? Бұл үйтіп ұялатындай сұрақ емес қой. Немен айналысасың? Чем увлекаешься? Хобби, что? Иә, хобби. Хоббимен? Хоббимен айналысасың ба? Иә. Алдаптысың ғой мені. Хоббиің қандай? Арасында кітап оқу. Достарың аңғара өтірік екен, әлелеп берді аңғара кетіп жатыр, бетін жауып. Шын айтма, өтірік айтпа. Иә, дұрыс. Шын. Оқи ма, кітап оқи ма? Сен бейт. Айт, шындығымды айтма. Иә. Шындық керек. Жоқ. Немен қайда бір жерге барасың? Барам. Ау? Барам. Қайда барасың? Қайда қатысасың? Спортпен айналысам. Қандай спорт? Күреске барам. Күреске барасың? Иә. Қандай күрес? Дзюдо. Қазақстандағы дзюдоисттар танисың. Танымал сол кісілер сияқты болғың келеді. Иә. Сен білесің ма, бұл жобада сенде осы жобаға қатыссаң, сол кісілермен кездесетін мүмкіндігің бар, білесің ба оны? Иә. Қатысқың келе ме жобаға? Иә. Қазір ментор келгенде көзіне түсесің ба? Білмеймін. Сен түспей қалады сияқтысың. Алдына отпасаң, тұрып тұрмасаң сақтан. Құрмет достар, мінекей бүгін жастармен, Асакаровка жастармен кездесу барысында Тұрсынова Вера Николаевна деген кісі, ментор, осындай Асакаровкаға не керек, жалпы қандай ғимараттар керек деген жастарға тапсырма берген болатын. Жалпы сіздердің ойларыңызша Асакаровкаға не керек? Определенные места, где наши подростки могут развиваться, дополнительно получать дополнительное какое-то образование, хобби и такое вот. У нас этого мало, по идее, в поселке. Сіздер қазір не салдыңыздар, сол туралы білсем? Торговый центр. Тамаша. Торговый центр, аттракциондар, кинотеатр, бассейн, фотобудка. Фотобудка деген фотоға түскен бітте фотосын бірден шығарып береді. Асакаровкаға не керек деп ойлайсың, негізі өз ойың? Негізі көбінесе бізге автобус керек қой. Автобус. Маршрутка ма? Иә, маршрут. Сіздерде автобус маршрутка жоқ? Жоқ. Сосын?
Сосын Спортивный магазин. Спортивный магазин. Спорт киімдер сататын магазин керек. Аха, сосын Кинотеатр деп ойлаймын. кинотеатр. Бассейн. Сосын Автосалон. Автосалон. ипподром. Осакаровкаға не керек деп ойлайсыз? Ең бірінші демалыс орны керек деп ойлаймын, потому что бізде демалыс орны жоқ, и осы жақтың тұрғындары қалаға барып демалады. Зоопарк, велосипед жолдары, потом супермаркеттер. Осакаровкаға волейболный клуб, және де садик, парк, театрлар керек деп ойлаймын. Театр, клуб. Волейбольный клуб. Болды. Достар, біз жаңа ғана Осакаровка жастарымен кездесуді сәтті аяқтап шықтық. Менің қасымдағы ментор Вера ханым. Сізге кішігірім сұрақтар қойсам, кездесу сіз ойлағандай болды ма жастармен кездесу? Иә, кездесу менің көңілімнен шықты, но мен кеше ойлағам, что кішкене менің көңілімнен шықпай ма деп. Одан да күшті болып шықты. Ожидание реальность болды, бірақ в приятную сторону. Да, конечно. Жақсы. Жастармен кездесу аясында өзіңізге жобада жұмыс істейтін бала көре алдыңыз ба, сол жастардың ішінен? Көре алдым маха. Қалай көрдіңіз оны? Мен ол қызды танимын, алдын ала дайындап нетіп қойғам, өзіме қарастырып. Ол қыз біздің жастар ресурстық орталығында жұмыс істеген, как первое рабочее место. И жаз бойы сол қызбен неше түрлі іс-шаралар өткізіп, өзі сондай активная девочка. Сол. Жалпы сол қызбен жоба аясында жұмыс істегіңіз келеді. Жақсы, жобада сәттілік, сізге көп рахмет. Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін бізде 7-ші түсірілім, яғни Осакаровка ауданының жастарымен кездесу аяқталды. Осакаровканың жастары өте креативті және менің өзіме шабыт сыйлады. Өйткені Осакаровкаға қандай нәрселер керек дегенде шынымен жаны ашып, халыққа қандай нәрсе керек соның барлығын айтты. Осакаровка жастарына сәттілік тілеймін. Барлықтарыңызға қош сәлемет болыңыздар.